Барлықтарыңызға сәлем достар. Қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен бірге ресток жасайтын боламын. Және алдыңғы видеода базаны жасаудың рецептісі менде арнамда шыққан болатын. Және де бүгін мен сол базаны 2 күнде қойып қойдым. Яғни 2 күн бойы ұстаған жоқпын. Көріп тұрған шығарсыздар, қандай глянцевый асты. Осы базадан мен бүгін ресток жасайтын боламын. Ал егер де видео сіздерге қызық болса, ары қарата қараймыз, ендеше бастаймыз, кеттік. Мен ресток жасау үшін осынша заттың барлығын дайындап алдым, яғни өзіме керек заттың барлығын осы жерге салып алдым. Және осындай бояғыш. Және де осындай мынадай 50 мл ыдыстар. Осылардың барлығына қазір осыларды өлшеп салатын боламыз. Ендеше бастаймыз. Ең бірінші менде осының ішіне бір-бірден салу. Ендеше кеттік. Достар, менде осынша көп болып шықты. Қанша слайм шығатынын білмеймін. Және оны қанша көреміз енді. Ең бірінші сіздерге мен базаны көрсетіп жіберейін. Менде қандай база шыққанын. Ол қазір қолға жабысып жатыр кішкене. Прям плотный база, глянцевый. Уақыт өткен сайын бұл глянцевый бола береді. Және белый кәдімгі ақ база. Ақ база осындай. Өте үлкен, прям мен бұны қанша клейм жасаған есімде емес. Менің база видеома кіріп көрсеңіздер болады, база жасаған видеома. Енді осының барлығын осы коробкалардың ішіне салу керек. Кеттік, бастаймыз. Менде 21 слайм шықты, яғни 21 мен 22 слайм осы 2 слайм. Егер осы жердегі слаймдарға мен дұрыс, яғни дұрыс слаймды салмасам, онда осы екеуінен алып салатын боламын. Яғни жалпы общий 21 слайм шықты менде, осыны 5-5 штуктан. Енді қазір менде осы заттарымды алып, рестогымды бастайтын боламын. Бұл рестоктың түрі Green Apple деп аталады, яғни алма рестогы. Бұған мен алдымен базаны жасыл түске боядым. Біреуін ашық, біреуін қоюлау қылып бояуды шештім. Және де жасыл түстегі блесканы таңдадым. Оны астына не үстіне құю арқылы әдемілеп орналастырдым. 5 қорапқа да дәл келіп тұрды. Ал бұл рестоктың аты Strawberry деп аталады, яғни клубника рестогы. Бұған мен бірінші слаймды қызыл түске бояп алдым, және де пенопласттар салдым. Бұл өте керемет болып шықты. Және де бұның мен астына және үстіне қызыл красительді қостым, себебі ол слаймды өте әдемі болып тұрады. Уақыт өткен сайын ол слайм өте әдемі көріне береді. Ал бұл слаймның аты уникорн слайм деп аталады. Бірінші слаймды 4-ке бөліп, жасыл, қызыл, көк және сары түстерге бояп аламыз. Және де оны 5 түрлі қорабына әртүрлі реттіліктермен орналастырып шығамыз. Және бұл слайм өте керемет болып шығады. Және мұна көк түстегі краситель өте қатты қолды бояп жібереді. Тіпті менің сәл ғана бояғанда қолымды тіптен кетпейтіндей қылып бояп жібереді. Сондықтан қолыма мән бермейміз. Ал бұл слаймның түрі грейпес деп аталады, яғни ағылшын тілінен аударғанда жүзім. Ең бірінші слаймды күлгін түсте бояп алам, яғни фиолетовый, және оның үстіне американский пумчангсты қосамын. Осы екеуі өте керемет үйлесіп кетті. Достар, осымен менің видеом аяқталды, және менде осыдан 2 слайм артық қалған болатын. Ештеңе етпейді, және достар айтарым, видео ұнаса міндетті түрде лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер, сау болыңыздар.